Егер сіздің бай болу жоспарыңызда болмаса, онда сіз кедей болайын деп жүргеніңіз. Америкалық кәсіпкер Роберт Кийосаки осылай деген екен. Сіз өзіңіздің табыстылығыңыз қалта ақшаңызды дұрыс басқарудан басталады деп ойлайсыз ба? Ай сайынғы кірісіңіз бен шығыныңызды қалай бақылауда ұстауға болады? Қайырлы күн, студияда Жани Әбдібек бүгін қаржылық IQ бағдарламасында жеке қаражат туралы айтатын боламыз. Менің атым Ақжол Жабағиев Нұрқуатұлы. Осы кішігірім шеберханам бар. Бұл жерді ашқаныма 2 жыл болды. Негізі бұрыннан Алматыда Мұстафаев Алмас деген жігіттің таласас шеберханасында 5 жылдай жұмыс жасадық. Сол жерде домбыра жасап, осы музыкальный аспаптардың бәрін жасап, сояқтан үйрендік. Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітіріп, негізгі мамандығым суретші. Сол осы жұмысым, қосымша жұмысым. Негізінде өзім мектепте мұғаліммін. Бесағаш ауылында номер 45 мектеп гимназиясында сабақ берем. Еңбек сабағым. Домбыра ең бірінші дыбысына байланысты. Негізі сол 20 мыңнан басталады. Ең арзан домбыралар. 20 мыңнан 300 мыңға дейін барады. Айлық табысым 300 мың, 350 сондай болады. Мектептегі айлығымыз 100-110 сондай. Ол түскен ақшадан домбыраның материалы бар. Ол материалын аласың бөлек. Материалдарға енді 20% жібересіз. Өйткені жұмыстың бәрі осы материалдың арқасында. Енді инструмент керек. Ол материал болмаса тағы жұмысың тоқтап қалады. Өзіңнің жеке расходтарың бар, соны есептейсің. Одан кейін жолың бар, ары бері, бензинің, үйің, продуктың деген сияқты. Сондай бөлінеді. Табысымызды енді жоспарлаймыз. Мысалы 10%-ін үйге бөлсек, ауылда әке-шешеміз бар. Ол кісілерге береміз. Той болады, өлім жетім болады деген сияқты. Оған енді арнайы жеке бір жинақ қоямыз. Енді айына бір 50-60 мыңдай алып қоямыз. КМФ-тен мен ең алғаш осы мастершкаға деп бір 200 мың кредит алған. Бір 30 мыңға алған екен. Ай сайын сол депозитке салып отыру деген енді осы алдағы жоспарда. Жеке капиталға енді басқару енді өзім болғаннан кейін өз басымызды алып жүреміз ғой енді. Жеке бюджет сіздің кірісіңіз бен шығыныңыз туралы белгілі бір уақытқа, бір аптаға, айға, жылға жасайтын нақты жоспарыңыз. Ең бастысы, мұна 3 нәрсені білсеңіз. Сіздің әмияныңызға немесе карточкаңызға ақша қайдан келеді, сіз оны қайда жұмсайсыз және қаншасын жинайсыз. Мұны есептеп атайды, ал оны жүргізу көп адамның қолынан келе бермейді. Личный бюджет фактически большинство людей. Жеке бюджетті көп адамдар жүргізбейді. Яғни бұл тақырып кез келген адам үшін өзекті. Мейлі студент болса, мұғалім, жаңадан жұмысқа орналасқан қыздар мен жігіттер айдың соңында ақшаларын жеткізе алмай қалады. Яғни есеп жүргізбейді. Сарапшылардың пікірінше, бюджетті басқарудағы басты қателік ішкі түйсігіңізге сену. Сондықтан ақша туралы ойыңызда нақты қадамға алмастырыңыз. Екінші қателік ұзақ мерзімді жоспар құра алмауыңыз. Мақсатсыздық қашанда ақшаны ысыраптауға алып келеді. В первую очередь, наверное, нужно. Ең алдымен әрбір адам өзінің мақсаттарын нақты білуі тиіс, және ол үшін қанша ақша жұмсауы керек. Мақсат қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Ұзақ мерзімді пәтер сатып алу, балаларды оқыту. Ал қысқа мерзімді мақсаттарға бір жаққа демалысқа бару секілді жоспарлар жатады. Қаржылық мақсаттарды сандармен бірге жазып отырамыз. Мәселен, бір дәптерге. Ең алдымен өзіңіздің тұрақты және тұрақты емес табыс көздерін анықтап алыңыз. Оған жалақы, қосымша төлемдер, табыстар, заттарды сату және депозиттерден түскен проценттер кіреді. Бәрін қосып, оның 10-20%-ын бөлек қоямыз. Бұл сіздің болашақ жоспарыңызға жұмсалатын міндетті жинағыңыз болмақ. Жинақты активке айналдыру үшін депозитке салып, немесе акция сатып алып, ақшаңызды өзіңізге жұмыс етіңіз.
Надо определить финансовое состояние на сегодня. Өзіңіздің қаржылық жағдайыңызға сырттай баға беріп көріңіз. Бұл А нүктесі деп ойлаңыз. Ең алдымен, қазір қандай мүлкіңіз, не ақшаңыз бар? Осы уақытқа дейін қандай актив жинадыңыз? Не сатып алдыңыз? Ол активтер сізге жұмыс істей ме? Ал кейбірін табыс келмесе де, сіз жылдар бойы сақтауыңыз мүмкін. Сондықтан алдымен анықтап алу керек. Қалған ақшаны шығындарға бөлеміз. Ең алдымен міндетті шығындар. Оған табыстың 50% жұмсалады. Бұл коммуналдық қызметтер, транспорт, несие, азық-түлік сатып алу, оқу ақысы мен бизнес шығындарын төлеу. 30%-ға жуығын көп керек емес заттарға жұмсау керек. Мысалы, кабельді телеарна, интернет, киім-кешекке жаратуға болады. Оның ішінде медициналық төлемдер мен сыйлық, қыдыру секілді мақсаттарда кіреді. Есіңізде болсын, сіздің шығыныңыз табысыңыздан азырақ болуы тиіс. Қалған 20% бір айдың ішінде керек кезде жұмсалады. Дегенмен, оны да алдын ала жазып отыру керек. Сол кезде ғана сіз орынсыз шығындарыңызды анықтай аласыз. Мүмкін алдағы уақытта мұндай ысырапқа жол бермейтін шығарсыз. Неразумные траты. Это те траты, без которых... Орынсыз шығындар дегеніміз сізге күнделікті өмірде қажет болмайтын заттар. Мысалы, қымбат ресторандар, қымбат заттар сатып алу, смартфондар мен өзге де қажет емес заттарға ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Когда вы бюджет читаете, вам надо сделать несколько конвертов. Сізге бірнеше хат қалта керек. Біреуін тамаққа, екіншісін несиеге, үшіншісін көлікке, тағы біреуін қыдыруға арнайсыз. Егер соңғы конвертте ақша қалмаса, онда қыдыруға басқа ақша жұмсау керек. Осылайша өзіңізді тәрбиелейсіз. Бұл алтын ереже болуы керек. Орынсыз шығындарыңызды азайта отырып, сіз тағы бір жинақ жасайсыз. Ол қауіпсіздік жастығы немесе қысылтаяң сәтте жұмсалатын ақша. Жастық кем дегенде 3 жалақыңызды құрайды. Егер жарты жылдық табысыңыз болса, тіпті жақсы. Жинаңызда ол ақшаңыз туралы ұмытыңыз. Оның жинақтан бір айырмашылығы инвестиция жасаудың қажеті жоқ. Бұл ақша қажет кезде өте қолжетімді болуы керек, осылайша шығындар тізбегінде тағы бір қатар пайда болады. Ол қауіпсіздік жастығы. Это тот минимум, который вам понадобится. Бұл ақша сіз тұрақты табысыңызды жоғалтып алғанда керек болады. Сондықтан тығырықтан осы ақшаңыздың арқасында тез шығып кетесіз. Ол ақша біткенше басқа табыс көздерінде тауып аласыз. Табысыңызды үнемі тіркеп отыру үшін ыңғайлы мобильді қосымша жүктеп алуға да болады. Мысалы, белгілі дөңгелектеу әдісін қолдансаңыз да. Ол үшін күн сайын кешке қалтаңызда немесе карточкаңызда қалған ақшаны дөңгелектеп отырыңыз. Айтайық, бүгін амияныңызда 5450 теңге қалды. Оның 5000-ын қалдырыңызда, қалған 450 теңгесін ақша жинағышқа салып қойыңыз. Күндіз картамен төлем жасасаңыз, онлайн қызмет арқылы қалғанын депозитке немесе өзге де есеп шоттарға аударсаңыз да болады. Орынсыз шығындарды болдырмауға бірер кеңес бере кетсек. Айлығыңызды алғашқы 3 күнде жаратпаңыз. Дүкенде сауда жасаудың алдында 10 секунд, ал ірі зат сатып алардан бұрын 1 ай ойланыңыз. Для того, чтобы понять все статьи расходов, человек... Адам өзінің жеке қаражатына сараптама жасап, өзінің мүмкіндіктерін анықтау үшін 3 ай жеткілікті. Егер ол осы 3 ай ішінде өз шығындарын бақылап, жазып, есептеп отырса, онда белгілі бір уақыттан кейін өз бюджетінің қайда кетіп жатқанын анық көре алатын болады. Негізі жеке қаражаттың алтын ережесі өз табысыңызға деген қарым-қатынасты өзгерту. Тұтынушылық қасиеттен арылып, үнемшілдікке үйрену керек. То есть самое главное правило, наверное, это то, что... Ең басты ереже өз кірісіңіз бен шығыныңызды анықтау, жоспарлауды әдетке айналдыру. Қандай мақсатқа ақша жинап жатқаныңызды нақты түсініп, қандай шығындардан бас тарту керектігін білу. Келесі бағдарламамызда өзіңізге немесе бизнесіңізге несие алу туралы айтатын боламыз. Қаржылық IQ бағдарламасын көріңіз де, ақшаңызды ақылмен жұмсаңыз. Эфирде көріскенше.